мына өзүңүздүн сызган нее аны выборка жасау керек мына жерге және мына жерге, дұрыс па? Осы жерге, осы екеуіне біз ішін выборка жасаймыз. Жалпы мынаның функциясын түсіндіңіз бе? Не атқарады? Ұмытып қалмайсыз ғой, иә? Бұл жалпы кеседі және просто сызады. Жаңағы сіз қандай өлшемде бересіз мына жердегі мынаған? Аз берсеңіз просто сызады. Листтің размеріне дей жазсаңыз кеседі. Бұл тереңдікпен сіз қаншалық терең жасадыңыз? Просто сызықтың үстімен ғана бір-ақ рет жүреді болды. Мысалы, кішкентай 16 миллиметр, 16 енді қалыңда, иә? Оған бір 2 миллиметр түсіп, бүйтіп сызып шығу керек, дефреза деген. Иә, онда ол үшін, иә, 2 деп жазамыз, онда тереңдігіне. Мысалы, бағанағы мынадай бір фреза алдық, бар ғой сіздерде мынадай. Мынадай фреза просто бір-ақ рет 2 миллиметр кіріп жүріп шығады. Иә. Енді мынау ақырын жүріп шығады болды ішінен. Неде болып қалды? Вдолға кіреміз да. Ақырын. Просто бұл сызық сызуға арналған, міне. Тура осындай сызық сызып шығады болды. Және мысалы мынаныкін жіберейін. Міне. Бір-ақ рет жүріп шығады. Андай сызып шығады. Ал мынаның функциясы, сіз қаншалықты терең жазасыз, соған байланысты дедім ғой, жалпы түсінікті. Енді мынаның функциясы не? Мынау тұрған. Мына выборка жалпы бетін қырып тастайды. Мынау жонып тастайды. Мынау сіз қай бетті таңдадыңыз, сол төртбұрыш болмаса белгілі бір сіз шеңбер шығарсыз мүмкін сызған. Осының ішін ол жұмыс жасайды. Көрдіңіз ғой? Осының ішінде ғана мысалы таңдалған сызық міндетті түрде не болу керек? Бекітілген болу керек. Білесіз, анау үзік сызықтар болады ғой. Бекітілмеген мысалы мынандай. Не? Мынау қазір бізде тұйықталмаған сызық. Бұл жерге бұл жұмыс атқармайды. Бірақ бір қарасаңыз біріккен сызық. Ақырын басып көрсеңіз, мынау тұйықталмаған. Екеуі екі бөлек сызық. Қандай да бір ортасында бір үзік болса, бұл жұмыс жасамайды. Міндетті түрде ескере кететін жайттердің, жағдайлардың біреуі. Енді кеттік. Мысалы, мен мынаны талдадым. Екеуін. Және мынаны талдадым. Және мынаның ішіне мен выборка жіберіп көрейін. Қайсысына выборка кетеді, қайсысына кетпей қалады. Көрсетейін қазір. Ол үшін біз мынаның ішін талдаймыз. Траектория, выборка. Осыны басамыз. Мына жерде мынау тұр, таңдалған вектор, выборный вектор. Бұл тұра береді. Бізге қажетті не? Мысалы, осыны ғана жазамыз. Қанша миллиметр кіру керек? Бізге мысалы 6 миллиметрге кіру керек, көбінесе 6-8 миллиметр кіргізеді ғой. 6 деп жаздық, 6 миллиметр кіреді фрезамыз. Безопасность, бағана айттық, 20 болу керек. Бұл жерде қандай инструмент кіреді? Қандай инструментпен біз выборка жасаймыз? Мысалы, менде қазір бар, 8 бар екен, мына жаққа 10 дегендер бар. Мысалы, инструмент қосатын болсам, қандай да бір жағдайда жаңадан бір инструмент сатып әкелдім. Менде базада енгізілмеген. Оны қалай қосамын? Дейтін болсақ, бізде мысалы жерде бар инструмент, добавить инструмент деген бар. Просто менде көрінбей қалған ғой. Мынаны басамыз. Сізге қандай фреза? Спиральный фреза ма, да концевой фреза? Концевой фреза дегеніміз беті тегіс болған фреза, мынадай. Асты тегіс болған. Ешқандай градус, радиус басқа ештеңе жоқ. Мына жерде мысалы атын жазасыз. Бұл атын жазатын бөлім. Мысалы мен диаметрі 16-лық фреза дедім. Кесу керек. Бетін выборка жасайды. Диаметрі 16. Енді мысалы сізде станоктар әрқалай, мысалы сіз бір жолда қанша миллиметр ала алады станок. Онда неден көріңіз, анау істеп жүрген баладар. Болмаса өзіңізде мынау бәрі базада енгізілген болу керек, сізде бар. 5 деп жаздық. Инструмент номер қанша? 4 дейік. Сізде миллиметр минутпен тұру керек. Міндетті түрде бұған мән беруіңіз керек. Миллиметр және миллиметр минутта болу керек бұл. Так. Мына жерде выборка мысалы диаметрдің жартысына тең болу керек. Жартысы қанша болады? Яғни 50%. Көрдіңіз бе? 8.
өзі автоматически жазады. Мысалы ол сіз 17 болса, мынаны жартысын деп таппай қаласыз ғой, жартысы қанша еді деп ше. Ол үшін сіз мына жерде 50 деп жазсаңыз, яғни 50%-ын көрсетіп береді, 8-ге 5 деген сияқты. 16. Шаг пазет жаздық. Бұл шаг дегеніміз, бұл дегеніміз не бұл? Иә. Тура солай. Жанына мысалы бір жұмысты бір қатарда жүріп шықты, екінші қатарға жанына қайту үшін былай жылжиды, былай жылжиды. Бүйтіп алып шығады, жалпы көріп жүргенсіз, түсінесіз ғой. Вот мынау шагымыз сондай. Ал частота бұл айналу жылдамдығы. Шпинделдің айналу жылдамдығы қанша сізде? 20 мың ба? 18 мың ба? Иә, сіздерде бұл параметрдің бәрі ана істеп жүрген ағада білу керек. 20 мың болса 20 мың, 18 мың болса 18 мың мысалы. Өзгертуге болады, иә, белгілі бұл. Енді мысалы менде бұл жердегі станокта 24 мың айналады менде. Мен бұған көбінесе 18 мың жүремін. Негізі не бойынша, заңдылық бойынша, мысалы стандарт бойынша, мысалы 24 мың оборот айлану керек па? Мысалы сізде максимальный. Сізде 20% не қылуыңыз керек? 20%, иә, 20% аз жылдамдықпен айландыруыңыз керек. Иә, мысалы қараңыз. Сізде бұл бір салафан емес қой, белгілі бір уақыт істеп тастай салатын. Ұзақ уақыт жұмыс жасағысын қаласаңыздар, мысалы спинделден ұзақ уақыт жұмыс жасағын қаласаңыздар, мысалы 24 мың көбейтеміз. 20%, яғни 0,12. 4800. Яғни 24 мыңнан 19200 мен айлану керек бұл. Негізі стандарт бойынша бұл шпинделдің ұзақ уақыт жұмыс жасауына сізге кепілдік болады бұндай жағдайда. Так, бұл жерге біз 18 мың деп жаздым. Жұмыс жасау жылдамдығы, мысалы 5 мың деп жаздым. Жұмыс жасау жылдамдығы дегеніміз мынаны кіреді ғой. Кіргенде былай қарай қаншалық жылдамдықпен жүріп шығады, былай бит сол. Онда көрсетпей ме сонда стандарт? Жоқ, стандарт жоқ ода. Неден келген кезде осындай бір жүру керек деп? Иә, оның максимальный жүрісін көрсетеді. Максимальный станоктың жүрісі болады. Ал бірақ сіз қанша миллиметрмен жүрсеңіз өзіңіз білесіз. Ал мынау дегеніміз не? Мынау дегеніміз жаңағы листқа келеді былай, ақырын жылжып келеді. Кіру жылдамдығы. Мысалы жұмыс жасамайды. Жылжып келді, ақырын кіре ма, әлде жылдам кіре ма? Үйінен келеді ғой, мысалы. Мына үйінде тұрды, сіз старт бастыңыз, мына жерді барып кесу керек. Ақырын бара жатырды. Иә? Енді мына жерді кесу керек. Яғни түсіп бара жатқан кездегі жылдамдық. Ал одан кейін түскеннен кейінгі жылдамдық мынау болады. Мынау. Жалпы түсіндіре алдым ғой, сізге? Бұған да сіз 4000 деп жазсаңыз болады. 2,5 мың болады негізі. Әр адамдар әр қалай қояды. Негізі бұл кіру жылдамдығы. Металда қатты рөл ойнайды бұл. Ал ағашта көп әсер ете бермейді. Жалпы түсінікті ғой. Окей дейміз. Мысалы инструментіміздің бәрін параметрін жазып болдық. Номерін жаздық. Диаметрік. Мынаны жаздық. Барлығы бар. Окей дейміз. Сосын инструментіміз тұр. Диаметр 16. Мына жерге түсті, көрдіңіз бе? Выбирать дейміз. Таңдадық. Енді мына жерде бүкіл тағы бір рет көрсеңіз болады мына жерде тұр. Инструмент номерін ауыстырсаңыз болады мына жерге 3 деп. Болмаса 4 деп деген сияқты. Мына жерде растр деген бар. Растрмен растрды қазір көрсетемін, айырмашылығын. Так, материалымыз таңдалды. Окей. Бұл не үшін жұмыс жасаған жоқ? Мысалы, мынаны бассақ, бұған істеу керек жұмыс. Окей дейміз. Міне. Өйткені мынаны ішінде мынау болды. Өйткені мынау не еді? Тұйықталмаған сызық еді. Бірікпеген сызық. Бағана жұмыс жасамады. Мынаның барлығына жұмыс жасайды. Қараңыз. Барлығына істеп тұр, көрдіңіз бе? Тек анаған барғанда, мысалы, ошибка береді. Мысалы, мынаны талдадық. Бұны сіз группаға кіргізіп қойыңыз, бәрібір. Мысалы, мынаны группаға кіргізіп қойыңыз, Ctrl-G дегенді басып. Бәрібір бұл жұмыс жасамайды. Өйткені бұл бөлік сызық. Бірікпеген сызық. Көрдіңіз бе? Сондықтан бұны сізде қандай да бір жағдайда бұны сіз біріктіруіңіз керек. Мысалы, мынау сызықты мынада оқымайды ол. Достар, мынау бір жарты доғаны ғана оқиды. Мына жарты доғаны бөліп оқиды.
яғни сізде біріккен жерде із қалуы мүмкін. Ана 2 рет жұмыс жасайды, бұлай бір аяқтайды, көтеріледі де екінші жағын бір аяқтайды. Сонда бұл із қалдыруы мүмкін. Сондықтан бұны сізде біріктіру керек, міндетті түрде біріктіру керек. Ол үшін бізде қалай не істейтін едік бізде? Жоқ. Группа болғанда біз бағана оқымады. Мынаны басымыз керек. Объединить басымыз керек. Я болмаса мына жерде тұрады. Көрдіңіз ғой? Я болмаса біз осы жерден баса берген маған қолайлы. Бастық. 2 бөлек бар. Бір не бар? Не көрдіңіз бе? Бірікті. Не болды? Енді бұны оқиды біз. Әне. Растыр дегеніміз осындай. Растыр дегеніміз міне белгілі бір түзу сызық бойынша мен жұмыс жасайды. Көрдіңіз бе? Ал мына жерге сіз 90 градус жасаңыз, мынаның бағыты 90 болады былай. Көрдіңіз бе? Ал смещение деген бар. Бұл қолайлы жұмыс. Бұл дегеніміз не? Бұл дегеніміз центрден бастап бұл айланып бітіреді. Мына жерде мынау қалай жұмыс жасайды дегенде былай қараңыз. Мына жерге барады растрда. Көтеріледі үстіге. Сосын мына жерге түседі, көтеріледі. Мына жерге түседі, көтеріледі. Сондай жұмыс жасайды. Яғни бұл сіздің станогыңызды да өзіңізді шашатып жібереді деген сияқты. Окей дейміз. Мысалы мен смещение таңдадым. Окей дедім. Міне көрдіңіз бе? Мына былай айланып шығады. Түсінікті ғой? Тура осы сияқты біз мысалы қайсыған біз выборға жібереміз. Қай жерге? Мынаның ішін алады, және мынаның ішін алсын, және мынаның ішін алсын. Таңдадық. Енді выборканы таңдаймыз. Мына жерде бастық. Енді таңдалған вектор бұлда тұра береді. Тереңдігі қанша миллиметрге кіру керек? 6 миллиметрге кіру керек тереңдігі. Қаншалықты безопасностьта жұмыс жасау керек? Яғни орын ауыстырғанда, мынадан кетіп, мынаған барғанда көтерілуі 20. Бұл норма. Енді қандай инструментпен сіз бетін жонып тастайсыз? Қырып тастайсыз. 16-лық мысалы. Таңдадық, жаңа жасағанымыз. Енді кезекте мынаның бәріне бірі қарап өтесіз, бәрі норма ма? Қайсысы бірін өзгерту керек па? Егер де қандай да бір параметрді өзгерту керек болса, сіз осы жерден өзгерте аласыз. Деген сияқты. Түсінікті? Не? Бұны өзгерте аласыз. Мысалы смещениемен қоямыз. Мынау сыртынан, ішінен сыртына қарай деген сөз. Ішінен бастайды. Нүктесі. Яғни сыртынан бастасақ, мынау қазір ішінен бастап былай сыртына алуға еді ғой. Ал мынаны тартасақ, сыртынан бастап ішіне қарай кіреді. Деген сияқты. Жауап түсінікті ғой. Енді материалымыз таңдалды. 16 миллиметрлік. Мына жерге атын жазамыз. Шатастырып алмас үшін. Мысалы, мен 16 деп жазайын. Егер де бізде 1-2 болатын болса, 6 керек емес. Таңдадық міне. Бізде жұмыс жасады. Көрдіңіз бе? Енді оны неге көшіру үшінші? Станокқа жіберу үшін. Иә, көшіру. Енді қараңыз. Тура осылай жаздық. Енді бізде бұның имитациясын, яғни қалай жұмыс жасады дегенде сіз ритмысын кесіп алып көріп алмасаңыз, сізде енді бастап жатқан қателіктер болуы мүмкін. Имитацияға кіресіз ол үшін. Имитацияға simulation деп тұр мына жерде. Мынаған кіресіз. Мынау жалпы нені көрсетеді? Егер де сіз жалпы пышақты, осы жалғыз мына пышақтың жұмыс жасағанын көргіңіз келсе, мынаның өзін басасыз. Сонда мына жерде біреу тұрады. Көрдіңіз бе? Бір пышақ тұр қазір мына жерде. Ал мына жерде қанша пышақ тұр? 2 пышақ тұр. 2 пышақ дегеніміз барлығы осы траекториялардың барлығын жұмыс жасатып көрсетеді. Ал бізге осыны ғана көру керек. Ол үшін мынаны басамыз. Әне. Көрдіңіз бе? Осыны ғана істеп көрсетпеді маған. Сізге бұл анық көрінбей жатқан жағдайда, қай жерде жұмыс жасаған көре алмай жатсаңыз, мына жерде мынадай бар. Глубина, тереңдігін көрсетеді. Яғни жұмыс жасаған бөлікті қарағып көрсетеді. Иә, міне мысалы мына пышақ тиген жердің бәрін қарағып көрсетеді. Көрдіңіз бе? Пышақ қай жерге тиді, сол жерді қарағып көрсетеді. Егер де
сізде қандай да бір нақты тағы да көргіңіз келсе, иә, мынаны бассаңыз болады. Мына жерде ағаш бола ма, басқа бола ма металдардың түрлері бар. Міне. Мынау біраз жаңаға қарағанда анық көрсетіп тұр. Жалпы түсінікті ғой. Міне, жаңаға қарағанда сұру болып тұрды ғой. Енді бұны қалай жазамыз? Флешкаға болсын, компьютерға болсын, кодын. Мысалы, бізге тура қазір 16-ны ғана жазу керек, е? 16-ны ғана жазу керек болса, 16-ны бірінші рет бұлай басып таңдап алсаңыз жақсырақ болады. Траекторияға кіреміз. Бұл жерде мынадай зат бар. Сохранить траектория деген. Окей дейміз. Қалың тұр мына жерде. Сізге қайсысы ғана керек? Мынау ғана керек, соңғы жасағанымыз, е? Ол үшін сізде мынаны бассаңыз, барлығы артқа шегінеді. Көрдіңіз бе? Яғни қалдырдыңыз. Мына жаққа біз өзімізге керектіні өткізіп аламыз. Мынаны былай бір бастап, былай өткізіп аламыз. Мына жерге өтті. Көрдіңіз бе? Енді сізде станоктың коды осымен жұмыс жасау керек. Жерде маркасы болғанда тип файлы, қандай файлды оқиды деген сияқты. Мысалы, документ 33, мысалы, мен жерге 664 деп жаздым. Болды, сохранить еттік, атын жазамыз, сохранить дейміз. Болды, сохранить етілді. Ол қайда түсті? Бізде документтің ішінде, новая папканың ішінде түсіпті. Көреміз. Документтің ішінде новая папка 664. Міне, кодымыз жазылды. Бар. Ем6. Инструмент 4. Көрдіңіз бе? Төртінші, мына ауыстыру керек дейді. Ем6. Қайда ауыстыру керек? Төртінші инструментке ауыстыру керек дейді. Көрдіңіз бе? Мына жерде инструментіңіз 16 мм инструмент. Так, мына жерде міне H4 дегеніміз төртінші инструменттің Z0 нүктесін алып есептейді дейді. Мысалы, айланады. Кодтарды сіз артын оқу... Ау. Не үшін ауыстыр деп жатыр ма? Мүмкін ол жерде сізде бірінші пышақ тұрған шығар ана жерде. Жұмыс жасайтын басында. Спиндлда. Мүмкін екінші пышақ тұрған шығар. Сондықтан бұл код барды, бұл ауыстыр деді. Не үшін? Сізге төртінші инструмент керек деді. Бұл төртінші инструмент ауыстырды, сосын өзі бәрмен берді. Мынадай инструменттің ақпаратын оқыды. Мына жерде G43, бұның G43-те H4-те бұл Z-пен байланысты. Яғни шпинделға айтты, яғни H4 төртінші инструменттің Z0 нүктесімен есептейді. Арғы жұмыс жасайды деген сөз. Жалпы мына қауіпсіздік нүктесі G0, 20. G0 дегеніміз бос жүріс. Жалпы осы сізге қалай жазу керек? Қалай? Енді осы жерден сіз өзіңізге флешкаға аударып алсаңыз болады. Отправить дедіңіз, мына жерде флешкаңыз тұру керек мезде аты. Я болмаса бірден флешкаға сақтасаңыз болады. Сондай зат. Егер бірден флешкаға сақтаймын десеңіз, мына жерде тұрады. Мысалы, обзорға басамыз. Обзорға бастық. Мына жерде мысалы флешканы таңдауымыз керек та. Көрдіңіз бе? Мысалы, флешка дедік мына жерге. Флешка деп басамыз. Окей дейміз, открыть дейміз. Флешканың ішіне сақталады. Жалпы сізге түсінікті болды деп ойлаймын. Ақырын көріңіздер. Иә.